Туған елге тағзым ғылыми зерттеушілік экспедиция аясында мен Қарағанды өңірінің ақындарының поэзиясындағы тәуелсіздік кезеңдегі отаншылдық рухы тақырыбын алған болатынмын. Адамзат жаралғаннан бері өзінің еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп келеді. Ол талай тарихи оқиғалардың түрткісі, талай өнер туындыларының арқауы болды. Қазақ елі 1991 жылы мемлекетін жаңғыртып, қайта тәуелсіз ел болды. Биыл осы ұлы тарихи оқиғаның 30 жылдығы тойлануда. Біз қазақ әдебиетінің тарихында ата-бабаларымыздың тәуелсіздікті аңсаған жырларымен таныссақ, тәуелсіз кезеңдегі замандастарымыздың отаншылдық рухы поэзияда қалай көрініс тапты деген сұрақ көпшілікті қызықтырады деген ойдамыз. Бұл сұрақты Сарыарқа жеріндегі ақындар поэзиясы негізінде қарастырмақпыз. Себебі бұл болашақ қоғамның бет алысын көрсетпек. Қарағанды өңірі ақындарының шығармашылығы қазақ поэзиясында өзіндік дәстүрмен келе жатқан мол мәдени мұра. Сондықтан Сарыарқа өңірінің поэзиясында ұлттық құндылығымызды жырлаудағы ерекшелігі неде деген сұрақ зерттеуіміздің объектісі ретінде алынды. Жобаның мақсаты мен міндетіне тоқталсам, біріншіден алғаш реті Қарағанды өңірі ақындарының поэзиясында отаншылдық тақырыбының көрінісін тақырып, композиция тұрғысынан анықтау. Екіншіден Қарағанды өңірі ақындарының поэзиясында отаншылдық рухты жырлаудағы көркемдік ізденістерді қарастыру. Үшінші жобаға Қарағанды өңірінің жас ақындарының поэзиясын мүмкіндігінше қамту болды. Жобаның зерттеу нысаны ретінде Қарағанды қаласы химиялық биология бағытында Назарбаев зияткерлік мектебінің ғылыми ортақ құру күндерінің қонақтары болған Айын Мираш, Сұлтан Дәулетханұлы және Зағыпар Шәкентаев шығармашылығы алынды. Жоба бойынша жоспарға тоқталсақ, Қарағанды өңірінің сөз өнері саласындағы поэзиялық жаңалықтарға алғашқы болып әдеби тұрғыдан ғылыми талдау жасау. Жобаның зерттеу объектілерін, яғни қарастырылатын ақын шығармашылығының санын кеңейту, жас ақындарының шығармашылығын халық жастар арасында насихаттау. Және де осы жобаның алғашқы бастамасы ретінде мен өз атыма, яғни Еркібек Ақбота деген YouTube канал ашқан болатынмын. Сол жерге мен өзімнің барлық жұмыстарымды жүктедім.